Шымкентте төтеншеліктер жылыту маусымында өрт және уланудың алдын алу мақсатында 62 мыңнан аса үйге кіріп тексерген. Әсіресе әлеуметтік осал топтағы отбасыларға ерекше мән берілген. Дәл осындай қаладағы 1073 үйге мамандар барған. Бақылау кезінде қауіпсіздік шараларын сақтамаған отбасылар анықталған. Мысалы 55 үйдің мұржасы толып қалғаны белгілі болған. Мұның бәрі адам өмірі үшін қауіпті дейді мамандар. Сонымен қатар қала аумағында орналасқан білім беру мекемелеріне WhatsApp желілері арқылы 12 танымдылық бейнеролик дайындалған бейнероликтер WhatsApp желілеріне мұғалімдер мен директорлерге тарата отырып, барлық ата-аналар чаттарына таратылды. Түрлі алдын алу шараларының нәтижесінде өткен жылмен салыстырғанда өрт шығу улану дерегі азайған. Мысалы, өрт саны 39%-ға, яғни 81 өрттен 49-ға кеміген. Ал жыл басынан бері қалада 25 жерден өрт шыққан. Ал 2025 жылы дәл осы уақытта өрттің саны 43-ке жеткен.